Аяғыңызды емес, қолыңызды булаңыз. Тұмауды емдеудің жолы көп. Біріміз дәрі ішсек, енді біріміз укол салдырып жүрміз. Тиянақты әрі тыңғылықты ем алсаңыз, кез келген дерт жазылады. Десе де, ағзаны дәрімен уламайда емделуге болады екен. Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Бұл видеода үй жағдайында тұмауға ем болатын ең тиімді әдістерді ұсынамын. Алдымен арнамызға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Бірінші тәсіл. Тұмаудан бір түнде құтқарады. Мұны дәрігерлер жоққа шығару мүмкін. Бірақ өз тәжірибемнен өткен соң айтып отырмын. 1,5 литр қайнатылған жылы суға 1 шай қасық ірі тұзды, 1 дана лимонның шырынын, 1 грамм үгілген аскорбин қышқылын қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатардан 1,5-2 сағат бұрын аз-аз жұтымнан ішесіз. Таңертең тұмаудың белгісін де сезбейсіз. Екінші тәсіл. Аяғыңызды емес, қолыңызды булаңыз. Байқасаңыз, суықтап қалдым, тұмау болдым дегендердің көпшілігі кешке аяғын ыстық суға салып отырады. Бұл тәсілді қолданатындар туралы естіген боларсыз. Бұл дұрыс ем. Бірақ ыстық суға аяқты емес, қолды салу керек. Тұмаудан тез жазылу үшін ыдысқа 37-38 градустағы ыстық суды құйып, 2 қолыңызды салыңыз. Су салқындаған сайын шамалап ыстық су құйып отырыңыз. Осылайша судың температурасын 41-42 градусқа дейін көтересіз. Емделу уақыты 10 минут. Емнен соң қолыңызды құрғатып, сүртіп, жылы орап алыңыз, немесе жылы қолғап кисеңіз де болады. Үшінші тәсіл. Тұмауды өлтірудің төте жолы: 4 дана жұмыртқаның сарыуызын ыдысқа салыңыз. Оған шамалап шекер қосып, миксермен араластырасыз. Әбден көпіршіген кезде жарты литр жылы сыра қосыңыз. Оның үстіне шымшым, даршын мен 3-4 дана қалампыр, үгілген жарты лимон қосыңыз. Ыдысты отқа қойып 5-7 минуттай баяу отта қайнатыңыз. Осы уақыттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 3-4 рет бөліп ішіңіз. Екінші күні ем қабылдаудың қажеті болмай қалады. Төртінші тәсіл. Сарымсақ пен пияз. Бұл ежелден келе жатқан ем екенін бәріміз де білеміз. Бірақ екі қоспаның қайнатпасын ішу арқылы ғана емес, буын пайдалану арқылы да дертіңізге дауа таба аласыз. Ол үшін 1 дана пияз бен бірнеше тіс сарымсақты турап жаныңызға қойыңыз. Мұрныңызға жақын әкеліп иіскеңіз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.